Сәлем достар, эфирде мен Камила, менің арнама хош келдіңіздер. Осындай көрінісі де, дәмі де керемет болып шығатын клубниковый шоколадені үй жағдайында жасағыларыңыз келсе, видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге ең алдымен құлпынай қажет болады. Құлпынайды таза суға жуып аламыз. Бір ретті қолданатын салфетканы жайып шығып, жуылған құлпынайларды соның үстіне қою қажет, суы сырғып тұру үшін. Міне мен құлпынайлардың барлығын жуып болдым. Енді салфеткінің көмегімен құлпынайлардың барлығын құрғатып шығу қажет. Шоколадымыз жақсы болып тұру үшін. Ендігі кезекте бізде шоколадты еріту қажет. Шоколады менде 200 грамм. 200 грамм шоколадтың үстіне бір ас қасық сұйық май құятын боламын. Бұл шоколадты водяной ваннада ерітемін. Шоколадымыз толық еріп боламын дегенше құлпынайларды дайындай беремін. Ол үшін бізге тіс шұқығыш қажет. Видеодағыдай етіп, әр құлпынайға тіс шұқығышты қадап шығамын. Шоколадымызға батыруға оңайға түседі. Бұл жерде менде 8 дана клубникаларды қара шоколадқа батыратын боламын. Және сәндік үшін пищевой пленкамен аз ғана қара шоколадты құйып, клубникалардың бетін әсемдеп шығамын. Және осы құлпынайларымды әдемі болып шығу үшін осындай пищевой фольга қолдандым. Бұны кондитерский дүкендерден сатып алуға болады, жеуге жарамды. Құлпынайларымызға өте әдемі көрініс беріп тұрады. Дәл қара шоколад сияқты ақ шоколадты да ертіп аламыз. 200 грамм ақ шоколад, бір ас қасық май және 2 тамшы краска қосылды. Менде краскам қызыл түсті. Сіздерге өздеріңіз ұнаған түсте қолдана берулеріңізге болады. Менде осындай түс болып шықты. Бұны да 8 дана құлпынайға қолданатын боламын. Міне менің шоколадым осындай түсте болып шықты. Бұны әсемдеу үшін мен жержаңақты қолдандым. Құлпынайларымызды шоколадқа батырып алғаннан кейін қатпай жатып жержаңаққа батырып алу қажет. Қатып қалған жағдайда жержаңағымыз жабыспай қалады.
Дәл осы тәсілмен ақ шоколадымызды ертіп аламыз. Ақ шоколадқа ештеңе қосқан жоқпын. Тек қана өзін қолданатын боламын. Және әсемдік үшін кокос ұнтағын қолдандым. Шоколадты құлпынайларымыз дайын болу уақыты тек қана 5 минут жеткілікті. Үйдегі бар затпен әсемдеп шықтым мен. Ал сіздер кондитерский дүкенде арнайы клубника шоколадеге арналған коробкалар бар. Соны қолдансаңыздар да болады. Міне менің шоколадты құлпынайларым дайын. Алда келе жатқан 8 наурыз, аналар, әпкелер, қыздар мейрамына өз қолдарыңыздан жасап, сыйға тартсаңыздар өте тамаша болып шығады. Назарларыңызға көп рахмет. Видео соңында лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.